Бұл иттің үлкендігі сондай, кіре беріс есікке әрең сиятын. Ал ең қызығы, оның түсі қып-қызыл еді. Көшеде кетіп бара жатқанда ол итке емес, алып қызыл құбыжыққа көбірек ұқсайтын. Иесі оны мал дәрігеріне апарғанда, ол таразыға отыра қалып, оны майыстырып тастайды. Бірақ ол әрдайым мұндай үлкен болмаған. Ол Нью-Йорктегі қараусыз қалған қоймалардың бірінде дүниеге келген еді. Сондықтан басынан бастап-ақ басқалардан ерекшеленетін. Алғашында оның отбасы ол жерде тып-тыныш өмір сүрді. Бірақ кейін екі ит алушы келіп, бәрінің тас-талқанын шығарады. Олар оның анасын, бауырларын түгел алып кетті. Күшіктің аман қалуының жалғыз себебі оның қаптың ішінде тығылып отырған еді. Ол анасының сүйретіліп бара жатқанын көріп, артынан барынша жүгірді. Бірақ өзі тым кішкентай болғандықтан қуып жете алмайды. Осылайша ол тастанды бала құсап, бір сәтте жападан жалғыз қалды. Суық жерде отырып еңкілдеп жылайды. Оның әрбір қынсылағаны бұл дүниеден анасын қайтарып беруді жалынып сұрағанда естілетін. Осы сәттен бастап оның ешкімі қалмады. Егер тірі қалғысы келсе, бұл өмірді өз бетінше танып білуі керек еді. Бұл оның өзін қорғайтын анасынсыз сыртқа бірінші рет жалғыз шығуы болатын. Мұндай титімдей күшік шынымен де өмір сүріп кете ала ма? Бұл оның қоймадан бірінші рет шығуы. Тіпті алдындағы баспалдақтардың өзі ол үшін мүлдем таңсық болатын. Сондықтан бірнеше қадам басқаннан кейін-ақ ол тайып кетіп, төмен қарай домалап түсті. Бірақ ол қайта тұрып алға қарай жүре береді. Өйткені оның санасында тек бір ғана мақсат бар: анасын табу. Сыртқы әлем ол ойлағаннан әлдеқайда қауіпті болып шықты. Көліктер тоқтаусыз зуылдап жатыр. Бір қате қадам оның өмірін қиюы мүмкін. Бақытқа орай ол көшенің арғы бетіне аман-есен өтеді. Осылайша оның ессіз саяхаты басталды. Күшік саябақтың ішімен кезіп жүріп, су ішу үшін көлге қарай беттейді. Сол кезде ол маңайдағы тамақты шоқы жатқан көгершіндер тобын көріп қалды. Бір сәтте оның аштығы қайғысынан басын түсіп, тұра ұмтылып тамақтан дәм татқысы келеді. Бірақ ол тіпті көгершіндерге де шамасы келмей жеңіліп қалды. Олардың тамақты қалай тартып алғанын көріп, күшіктің қатты ызасы келеді. Жақын жердегі қария мұның бәрін бақылап тұрған еді. Бір қызығы, ол еш таңғалмағандай көрінді. Ол дәл осы күшіктің пайда болуын күтіп отырғандай әсер қалдырады. Содан соң қарт оған уәде берді. Ол күшікке қожайын табуға көмектесетінін, ол жай ғана біреу емес, дәл оған лайықты шынайы адам болатынын айтты.